Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, қалайсыздар, амансыздар ма? Сіздерге қазір Doco Light, яғни күнделік кезет арқылы кіріп, осы Doco Light пен ECH ключ арқылы қол қою жүйесін таныстыратын боламын. Енді қазір сіздер бұл жерде тіркелу іс-әрекетін орындап қойдық. Кіру батырмасы арқылы кіреміз. Кіру батырмасын басқаннан кейін сіздерде жалпы Doco Light .kz сайтында осы бет ашылатын болады. Яғни осы файл күйінде қалады. ECH таңдау, ауыз батырмасын таңдау, осы жерде берілген парольді енгізу. Парольді енгізу арқылы ECH арқылы кіру батырмасын басасыздар. ECH кіру батырмасын басқан екен, бұл жерде загрузка болады. Сіздерде сол сайтқа кіру жүйесі ашылады екен. Сіздер осы ECH арқылы мына жерге кіргеннен кейін услуги деген бар бөлімде. Бұл жерде мен қазір директордың ECH ключ арқылы кіріп отырмын. Войти батырмасын басасыздар. Мына жердегі ECH соңғы табльді көре аласыздар. Енді сіздер күнделік кезетке кіресіздер. Күнделік кезетке кірген екен, бұл жерде есептер бөліміне өтесіздер. Қазір загрузка жасап жатырмын. Енді есептер бөліміне өтесіздер. Есептер бөліміне өткен екен, үлгерім оқушылар деген таңдайсыздар. Оқушылардан кейін мына жерде сынып таңдайсыздар. Сіздердің өздеріңіздің қалаған сыныптарыңызды таңдап аласыздар. 10-шы Б деген сияқты. Сосын біздер қазір жылдық қорытынды бойынша табль шығарамыз. Барлық кезең бойынша деген де тұрады. Және де оқушы таңдайды екенбіз. Лауия, мысалы, бір оқушыны таңдап алдым. Яғни сіздер кез келген оқушыны рет-ретімен осылай таңдап шығарады екенсіздер. Есепті құрастыру батырмасын басамын. Есепті құрастыру батырмасын басқан кейін бізде ашылады екен. Лауия Нұрай дейді. Лауия Нұрай емес, басқа оқушыны таңдаймыз. Есепті құрастыру. Есепті құрастыру бөлімін ашқан соң, мына жерде толыққанды оқушылардың табльдерін қарап тексеріп шығасыздар, сараптап, барлығы толыққанды қойылды ма? Егер барлығы орынды дұрыс болатын болса, онда ECH арқылы қол қою жүйесіне өтесіздер. Мына жерде табль нөмірін мектеп хатшысынан анықтап аласыздар, өйткені бұл жерде реттік номер арқылы номер жазылады жалпы, табль номері. Педагогикалық кеңестің шешімі дейді. Табльдің төменгі бөлімінде біздер педкеңестің шешімі бойынша келесі оқу жылына көшірілсін деген сөйлем жазатынбыз, яғни сол әрекетті осында жазасыздар. Егер қажет емес болатын болса, әрі қарай батырмасын басу арқылы өтесіздер. Ол жерде міндетті педкеңес шешімі жазылады негізі. Әрі қарай батырмасын басасыздар. Әрі қарай батырмасын басқан кейін жаңа Doco Light жүйесіне қайта кіреді екенбіз. Кірген кезде сіздерге мына терезе міндетті ашылады бірінші. Қазір загрузка болып жатыр. Сіздерге мына терезе ашылады. Яғни общие данные деген, документ, күнделік, архив, подпис родителей, сотрудниками деп тұрады. Осында сіздер сотрудник, бұл жерде қазір мектеп директорының атынан кірген екен, сол кісінің аты жөні шығады. Қазір табльді көре аласыздар. Дұрыс не бұрыс екенін осы жерден жүктеу арқылы. Табльді қарап көрсеңіздер, бұл жерде бастапқы бет және екінші бет ашық тұрады. Бұл жерде басқа артық ешқандай дүние болмайды екен.
барлығы орынды, барлығы дұрыс болатын болса, қайта докулайт сілтемесінің бөлімін ашасыздар дағыны. Осы жерде подписать деген бар. Яғни сіз неге сынып жетекшіге, ата-анаға жібермей, тек қана қазір біздер мектеп басшысының атынан ғана қол қою жүйесін жүргізеді екенбіз дағыны. Ата-ана мен сынып жетекші ол қағаз түрінде қол қояды екен. Мектеп басшысының ғана тек ЭЦХ ключімен қол қоямыз, қол қою жүйесін жүргіземіз былайша айтқанда. Подписать батырмасын басамыз. Файл сол қалпында қалады. Файл таңдау. Осында ГОСТ деген таңдайсыз. Екіншісі ол міндетті сол қол қоюға арналған. Так, үлкен пароль. Стандартты парольдер беріледі, немесе жаңағыдай өзіңіз алған болсаңыз құпия сөзді енгізесіз жалпы айтқанда. Так, подпис бөлімін басасыздар. Сохранить, не сохранить. Осы жерде сіздерге көрініп тұрғандай скачать с ЭЦХ деген бөлім шығады. Яғни осы жерде оқушының оқу табелін жүктеп аласыздар дағыны. Так, жүктеп жатыр. Табелді аша аласыздар. Табелді ашқан кезде жаңа сіздерде мынандай белгіше шыққан жоқ еді. QR код, бұл электрондық құжат, докулайт ақпараттық жүйе қызметіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық комитет ЭЦХ қол қойылған электрондық құжат тексеру үшін мына сілтемеге өте аласыздар дейді. Так, мына жерде сынып жетекшісінің қолын қойылады өзі. Ал мына төменгі бөлімдегі мына қағаз, анықтамалық қағаз. Бұны шығармасаңыздар да болады, өйткені жоғарыда көрсетілген QR код пен сілтеме көрсетілген. Сондықтан үшінші қағаз міндетті емес. Печат бөлімін басасыздар дағыны, бір оқушыныкін осылай шығарасыздар. Әрі қарап, тура осы әрекеттер арқылы жүргізе бересіздер. Бір параққа алды артын шығарасыздар міндетті. Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Егер де сұрақтарыңыз болатын болса, осы төменде комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Міндетті жауап жолда қалдыратын боламын.